Мынау квартираны пәтерге беретіндер қатты қыдырып кеткен жоқсыңдар ма? Бір бөлмелі квартираның бағасы 150 мың теңге мен 250 мың теңгенің аралығында. Депозит 50 мың теңге 80 мың теңге аралығында. Тағы да риэлторский услуга деген бір бәле бар екен, оның өзі 20 мың теңге мен 60 мың теңге аралығында. Жарайды, көндік берші десең, үйінде ремонт жасап алайын деп квартира іздеген едім ғой. Жарайды, берші, тәуекелсің, балаң бар ма дейді. Я балам бар десем. Жоқ, біз баламен алмаймыз дейді. 10-15-ні звондадым, ешқайсысы алмайды. Сонда не баласы барлар қаңғып далада қалу керек па не? Мыналар неге бағасын көтеріп соншалықты асқақтатып жіберді? Себебі мен қазір оқудың басталып жатқан кезде жан-жақтан студенттерге квартираларға жаңағы спрос көбейді, бұлар бағасын көбейтеді. Бір, екі, мысалы үшін жаңағы Россияда мобилизация келген кезде өзіңнің қазағың өзің квартираңа жаңағы ақша үшін қуып шығып жатсыңдар. Ондайды да көрдік. Ақшада бөлесіңдер ма? Ақша ардан биік болды ма? Ақша намыстан биік болды ма? Ақша патриот намыс жаңа қазақтан биік болды ма не? Өздерің осылай шалықтасып өмір сүріп жатырсың, ертең бала-шағалардың басына не келетінін білмейсіңдер ғой сендер. Немерелерің, ұрпақтарың бар ғой. Өзім деме ұрпақтарды да ойлансыңдаршы. Бұлардың құтырғанына жол беріп қойған үкімет. 10-15-тен бір адам квартираны алады, 10-15-тен. Сосын осы таратып 50%-ын алады да құяды. Ипотека 50%-ын жаңағы адамдар квартираны төлеп отырады. Бизнес қылып алған. Халықтың жаңа қанын, терін, жаңағы уақытын, бүкіл нервін алғанда бизнеске айландырып жіберген. Бұларға запрет қоятын адам жоқ па не? Шектеу қою керек. Бір адам басына бір пәтер, екі пәтер болды, тоқтат, болды, все, больше алма. Қаншама квартиралар сатылып жатыр, істеліп жатыр, өзім подключение білемін мен. Қаншама пирожки сияқты өтіп жатыр. Оның бәрін ақшасы барлардың бәрі алып алады. Спрос бар, квартираның бәрі как пирожки сияқты өтіп жатқаннан кейін застройщиктер салып жатыр, бәлеме процентпен халықтарға беріп жатыр. Балаңмен алмайын дейді, сонда баласы барлар. Бір баламен мені бүгін квартираға алмадың. Квартира таппадым ешқай жерден. Бір-ақ баламен. Сонда 5 баласы бар, 6 баласы бар, 4 баласы бар адамдар қаншама қаңғып жүрген қазақтар бар. Олар не істеу керек сонда? Далада бутикте қону керек па не? Осыны кішкене қарайластырып, ойластырып, бір общага салыңдар. Бірдеме ұйымдастырыңдар уақытша. Осыны бір ойластыратын адам болмады ма не?